Алыңыз. Балам, мен жолдан шаршаңқырап келдім. Бір түрлі мазамда болмай тұр. Үйде балалармен ақ отыра бергенім дұрыс сияқты. Өздеріңді көрдім. Тойларыңмен құттықтап, мына немерелерімді бір иіскеп кетейін деп келдім. Әйтпесе, қартайған адамға тойдың керегіне. Мама, сіз бармасаңыз қалай болар екен тойға? Мама дұрыс айтады. Енді жолдан шаршап келді ғой. Дем алсын. Оның үстіне кешкі тойда. Абыр сабыр болып жатып, кімді кім күтеді? Одан да немереңізбен бірге теледидар көріп, үйде дем алыңыз. Қазір бар ғой, қызық сериалдар болып жатыр. Иә. Жарайды онда. Мазаңыз болмаса, үйде дем ала беріңіз. Жандос пен Әйгерім қасыңызда болсын. Жоқ, болмайды. Олардың саған дайындаған сюрприз бар. Стишоктарын айтады. Әкесіне дайындаған стишоктары болса бара берсін. Стишок деңізші. Біз немереміз екеуміз осында үйде бола береміз. Жеңдер алыңдар. Алып жеңдер. Әбеке. Ассалаумағалейкум. Қане? Қалайсың? Рахмет. Қош келдіңіз. Құттықтаймыз. Қане? Төлетіңдер? Рахмет. Жоғарлатыңыз, төрлетіңіз. Мама келді? Мама! Әдем бұл кетті. Керемет. Қош келдіңіз, мама. Рахмет. Қалайсыңдар? Туған күнің құтты болсын, жаным. Рахмет, мама. Апа, қаласыз? Ой, жандарым, менің балапандарым. Қане, келе ғой, жарығым. Бұл Талғаттың анасы ғой. Қонақтардың арасына барайық. Жүре ғой, жарығым. Тәке, сіздің анаңыз ба? Иә, анамыз ба? Өте жас көрінеді екен. Анасы әйелінен аумайды екен. Қане, жандарым, жүре қойындар. Қонақтардың мазасын алмайық. Жүре ғой, балапандарым аусыл. Отыр. Әже, олар бізді неге тастап кетті? Біз онда шуламай, тыныш отыратын едік қой. Кейін бізде жап-жаңа. Тойға барсақ, қызық болатын еді ғой. Ақылыңнан айналай. Кейін сен үлкен, ақылды жігіт боласың. Жақсы ел аласың. Сонда, аман болсақ екеуміз тойдың ең төрінде отыратын боламыз. Е? Керемет. Айтпақшы. Мен қазір. Талғат, бастығың келді. Қане? Ұста мұнан. Жігіттер, шеф. Келе жатқан кім? Жүріңіз, мен Талғаттың бастығы ғой. Мына кісі ме? Саламатсыз баға. Саламатсыз ба? Саламатсыздар. Біздің анамыз, танысып қойыңыз. Ой, бәрекелді. Саламатсыз. Әмина көрінбейді ғой. Қайда өзі? Мамаша ауырып қалған екен, мазасы болмай. Ауылдан келе алмай қалды. Сіз біздің мамамызбен танысып едіңіз? Әмина ғана емес. Талғаттың марқұм әкесі әбекеңді де жақсы танимын. Иә. Талғат, бұл қалай болғаны? Мана онымен кездескенде сенің тойыңа барамын деп
көйлек сатып алғаны қайда? А? Маған осы тойда кездесеміз деген. Оның өздігінен келмей қалуы мүмкін емес. Талғат, сен осындай жағдайға қалай жеттің, білесің бе? Сен оқытам деп, күндіз бір мекеменің, кешке басқа бір мектептің еденін жуатын. Бүкіл ғұмырын саған арнаған жоқ па? Өте сұлу келіншек еді, жастай жесір қалды. Өгей әкеге жаутың табасын деп өмір бақи тұрмысқа да шыққан жоқ. Сен осының бәрін біле тұра, оны үйге тастап кетесің. Анаңды сен сыйламасаң, басқалар қайтсын. Мінеки, мынау сенің той анаң. Талғат, тоқтай тұршы. Ата-ананың қадіріне жетпеген баладан не күтуге болады? Жұмақтың кілті аналардың аяғының астында екенін есіңнен шығарма. Талғат, қонақтар күтіп қалды ғой, жүрсеңші. Жүр дейменен. Талғат, қайда барасың? Қайтсаңшы, Талғат! Фуй! Я Алла, ұлымның басқан қадамынан жаңылдырма. Өзінен басқа ешкімге табындырма. Берген бақтың мен несібеңнен арылдырма. Я Алла, менің ұлымның біліп білмей істеген күнәләрін кешіріп, денін сау, өмірін ұзақ ете көр. Немерелерімнің жүрегіне иман ұялатып бақытты ет, жаратқан ием. Әумин.